Бала кезім, көздерім ботадай, тұлымшағым желбіреген қара торы сүйкімді қыз болдым. Көрген жанның бәрі мені құшақтап қолдарынан тастамайтын. Мен тұратын отбасы екінің бірінде қайталанатын жағдай. Әкем араққа құмар. Анам біздерді асырау үшін күні бойы пойызда пирожки, балық қуырып сатады. Алдымда екі ағам бар. Үлкен ағам 10 жаста, екінші ағам 8 жаста, мен 6 жастамын. Анам күндіз сыртымыздан құлыптап кетеді. Ол келем дегенше кейде ерігіп үйді білдіреміз. Есесіне анамыздан сыбағамызды аламыз. Мен қорқақ әрі тұйықтау болдым. Екінші ағам тентек еді. Көбінесе сол білдіріп маған жаласын жаба салады. Күндеріміз солай өте берді. Анам тамақ табу үшін табанын тоздырса, әкем бөтелкелестерінің жанынан табылатын. Ішіп келіп үйде қырғын салады. Ішпесе одан артық жан жоқ. Әкем үйде мені ғана жақсы көреді. Көбінесе байғұс екі ағам таяқ жеп, түн болса да әжеміздің үйіне қашып кетеді. Неге әкем ішеді дейсіздер ғой? Әкемнің әулеті қарғыс алған екен. Сол себепті әкемнің әкесі жасы 40-қа келгенде, ешқандай себепсіз ұйықтап жатып, ана өмірге жүріп кетеді. Үлкен атам, әкемнің 3 ағасы жасы 40-қа толып, 2-3 күн өткен соң бақилық болған екен. Менің әкем отбасында 5 ұл және 2 қарындастары бар. Әкем үйдің 4-ші баласы. Әжем байғұс, күйеуі балаларынан айырылғанына шыдамай ауру болған. Қолында кенже баласы бар, ол да үйленген, балалары бізден кіші. Әкемнен 2 жасқа кіші інісі ауылға танымал ұста. Ағаларының әйелдері жесір қалып, бірі 2-ші рет тұрмыс құрса, 2-ші жеңгесі тұрмыс құрмады. 3-ші жеңгесінің өзге еркектермен көңілдес деген аты шыға бастады. Соған намыстанған менің әкем ішіп келіп анамды сабайды. Сен қатын, ертең мен өлсем, менің абыройымды жер қыласың. Мен өлсем, әр еркектің астында боласың. Қазірде пойызда жүріп не істеп жүргеніңді мен білмеймін, деп жазықсыз анамды соққыға жығады. Анамның таяқ жегеніне шыдамайтын 2 ағам әкеме қарай жүгіреді. Олар да таяқ жеп, әжемнің үйі бізден бір көше кейін орналасқан. Сол жаққа қарай қашып кетеді. Қашып кетпесе, әкем оларды оңдырмай, бастарын қабырғаға ұрады. Әйтеуір біздің үйде адам төзгісіз көріністер жиі қайталанып тұрады. Мен қорыққаннан бөлмеде көрпенің астына тығылып, өксігімді баса алмай, дыбысымды шығармай жылап жатамын. Әкем қанша мас болса да мені ұрған емес. Тағы бірде қатты ашулы әкем анама пышақ алып жүгірген. Үйден әзер қашып шыққан анам мені де сүйрелей түннің ішінде далаға қаштық. 3 баласымен анам нағашы әжемнің үйіне жаяулатып әзер жеттік. Ауылдың ең шеткі жағында орналасқан. Әжем болса қабақ шытып, анама ұрысқаны есімде қалды. Сен қызға айттым, ол үйдің тұқымы нашар деп. Сол үйде тыңдамай қалдың, күйдім-сүйдім деп. Енді 3 баламен қайда сиясың? Елге не бетімді айтамын? Ойбай, ойбай, деп әжем 2 бетін шымшып жатқанына мен таң қала қарадым. Әкем мен анам құрдас, әрі сүйіп қосылған. Таң атысымен тәтті ұйқыда жатқан біздерді анам жұлқылап оятып алды. Таңғы асты ішпестен өз үйімізге қарай қайтып барамыз. Әжемнің астан үлкенсің ба, шай ішіп кет деген сөзіне қарамаған анамның қабағы қатулы еді. Үйге келсек, әкем барлық бөлмедегі заттарды қиратқан. Үйдің ішіндегі иіс қолқаны тесіп барады. Ұйқыдан тұрған әкем кеше не бүлдіргенін білмейтін сияқты. Бір ожау суды сіміре үйді жинауға көмектесіп жүр. Анам үнсіз бәрін ретке келтіріп жүрді. Әкем ішпесе өте момын. Үйді айнадай қылып, еденге дейін жуып анама көмектесіп жүр. Әкем ішпесе үйдің берекеті кіріп, тату-тәтті отбасы сияқты көңілді, дәмді тамақтар жеп адам сияқты боламыз. Бірақ бұл күн көпке созылмайды. Күндер өте берді. Біздің үйде сол баяғы әуен, қайталанбаса тоқтаған емес. Солай жүріп әкемнің жасы 40-қа толып, 3 күн болғанда ұйықтағаннан тұрмай мәңгілік мекенге аттанды. Ол кездері біз есейіп, 2 ағам жұмыс жасап, мен мектеп бітірген кезім еді. Мектепті мүлде оқымадым. Өйткені үйдегі жанжалдан сабақ оқу мүмкін емес. Әкем өмірден озғанда қайғыра қоймадым. Алла кешірсін. Әкем кеткелі жағдайымыз тұрақталып, тыныш өмір сүре бастағанымызға іштей қуанып жүрмін. Анам мен ағаларым мені оқытқысы келді. Бірақ мен оқуға деген мүлде ниетім болмады. Анамның жанына жұмысқа шығуды жөн көрдім. Мен де анама көмекші болып пойызда жұмыс жасап жүрдім. Бірақ қиын екен. Бір тыным таппайсың. Бәрінен де бүйрегің ауырады екен.
Күні бойы жүру оңай емес. Байғұс анашым-ай, бізді бағу үшін күні бойы ары-бері жүретін аяқтарына варикоз шығып үлгерген. Шашына ақ түсіп қартайып кеткендей ме, қалай? Екі ағам жұмыс жасап ақша тауып жатыр. Бірақ жаңадан үй салуды бастады. Тұрып жатқан үйіміз тым ескі. Анама жұмыс жасамай үйде отыр деп екеуі де талай айтты. Анам болса, ең болмаса күнделікті тамағымызды тауып отырайын, үйде отырғанда не істеймін, деп көнбеді. Анамның пирожки мен қуырылған балығын елдің бәрі таласа алады. Күнделікті үйдің анау-мынауына жететін әжептәуір ақша табамыз. Бірде бүйрегім ауырып, анам мені үйге қалдыратын болды. Күні бойы үйдің жұмысы бітпейтін. Арасында ағаларым көмекке достарын салып, үйді ақырындап істеп жатты. Сол ағаларымның сыныптасы маған көзі түскен екен. Кейіннен үй телефонына сол жігіт звондап, бастапқыда жай сөйлесіп жүрдік. Уақыт өте бір-бірімізге бауыр басып ғашық болдым. Қаншама жігіттер сөз айтқан еді. Мүлде қарамай жүрдім. Жүрегімде тек Самат бар. Ағаларым сыртқа жұмысқа кетіп, үйде анам екеуміз қаламыз. Кейде анамды ұйықтатып жасырын кездесуге шығып келемін. Ағамның құрдасы Самат сондай сабырлы, жүрегі таза жан, ақ сары келген, үнемі көңілді жүретін жігіт. Оның да әкесі қайтыс болған. Анасы мен қарындастары бар. Менің отбасым сияқты қарапайым жандар. Мен ағамның құрдасымен жүргенімді ешкім білмейді деп өзімше болып жүрсем, сөйтсем екі ағам да біледі екен. Самат маған сөз салмай тұрып екі ағамның алдынан өткен. Екеуінен сәл жұдырық жеп, сосын қайта татуласып, олар рұқсатын берген соң ғана менімен сөйлескен екен. Қандай керемет жан еді. Саматтың сол қылығын кейіннен естігенде қатты жақсы көріп кеттім. Одан сайын ғашық бола бастадым. Анам мені көшеге шығармайтын. Қыз баланың көшеде қыдыруына болмайды, деп қатал тәртіп қойып тастаған еді. Жаңа жыл жақындап келеді. Сырттан екінші ағам жұмыстан келіп қуанып жатырмыз. Бұл жолы құр келмей ұялы телефон ала келген. Ұялы телефонның алғаш пайда болып жатқан кезі, бірақ ауылда сет жоқ. Саматпен жүргеніме 6 ай болды. Бірақ көшеге бірге қыдырған емеспіз. Кездесеміз ғой, бірақ үйдің маңында жарты сағат қана. Қолымызды ұстап тұрғанымызға мәзбіз. Шынайы махаббат деген осы болар. Сосын мен асығып үйге кіремін. Анам оянып кетіп, ұрыс естуден қорқамын. Мектеп бітіргелі тек Саматпен ғана араластым. Шыны керек, сыныптастарыммен араласпайды екенмін. Жаңа жыл кешіне Самат көшеге шығайық деп ұсыныс жасады. Мен болсам мұңайып, Самат, ренжімеші, анам мені шығармайды. Ағаларыңнан сұрап аламын, уайымдама, деді. Сол сөзді естіген соң менде маза кетті. Көшеге алғаш шыққалы жатырмын. Анам рұқсат бермесе не істеймін? 31 желтоқсан. Үйде анам екеуміз бауырсақ пісіріп, дастархан жайып жатырмыз. Әкемнің туыстары кіріп шығамыз деген. Мен кешкі кездесуді уайымдап барамын. Кешкі сағат 9 болды. Екінші ағам, яғни менен 2 жасқа үлкен ағам, анама, «Мама, біз Макош екеуміз көшеге шыршаға барып қайтайық. Сағат 12-лерде өзім әкеліп тастаймын», деді. Мен іштей сезіп тұрмын. Анамның ойында ештеңе жоқ. «Я, бара ғой, жолда абай болыңдар, мұзға құлап бір жерлеріңді сындырып алмаңдар», деп қояды. Самат ағамның бала кезден араласатын досы, әрі сыныптасы. Сондықтан мені досына шығарып берді. Бірақ Саматқа қарап, «Сөзіңде тұр, сағат 12-лерде үйде болсын», деп шегелеп айтты. Алғаш рет ғашығыммен қол ұстасып көшеде қыдырдым. Ең бақытты сәтім еді. Қол ұстасып келе жатырмыз. Алдымыздан Саматтың бөлесі шыға келді. Өте жылмақай, көздері ойнақшып, «Келін бала», деп қояды. Үйдің жалғыз қызы болғандықтан өзіме жарасымды киім киіп мінсіз болып жүруге тырысамын. Кино жұлдыздарына еліктейтінім бар. Анам да жалғыз қызы болғандықтан мені жарқыратып киіндіріп қояды. Сол күні аппақ тонымды киіп, нағыз ақшақар секілді киінгенімді Самат таңдана айтқан еді. Әлгі бөлесі менен көз алмай, «Ақшақардан асқан сұлуды қайдан таптың?» деп тиісіп үлгерді. Мен ұялып көзімді төмен салып тұрмын. Саматты шымшып қоямын, «Кеттік», деп. Бөлесі болса ананы мынаны сылтау қылып, екі көзі мені тесіп барады. Сосын мен алға қарай өзім жүріп кеттім. Сол кезде асығыс едік деп, Самат та қасыма келіп, әрі қарай шырша қойылған әкімшіліктің алдына бардық. Ауылда одан басқа жер жоқ. Сол күні 3 сағатымыз 10 минут сияқты өте шықты. Үйге қайтып келеміз. Саматтың қолынан жібермей қысып ұстап келемін. Сол алақанынан мәңгілікке айырылғым келмейді. Небәрі 18 жастамын. Махаббат оты лаулап тұрған шақ.
Қуыс көшемен келеміз. Үйге жақындағанда Қуыс көшеде тоқтап, Самат мені құшақтап алды. Мен де соны күткенім рас. Сосын ақырын ғана ернімнен сүйді. Ең алғаш рет бұндай сезімді еш уақытта сезінбеген едім. Қандай тәтті сезім еді. Бір сәт ұялып құшағына тығылдым. Ол да үнсіз құшақтап тұрды. Жаным, менің мәңгілік махаббатым боласың ба деді. Әрине, мен тек сендікпін, деп одан әрі құшағына тығыла түстім. Сол күні сезімге берілгенім рас. Самат, бүгін мен алып кетші, сенің әйелің болғым келеді деймін. Не дерін білмей қалған ол, әрине жаным, бірақ мен сенің ағаларыңа уәде бердім. 2 ағаң үйленген соң сырға саламын, оған дейін қаражат жинап алайын, жаңа жыл біткен соң сыртқа жұмысқа кеткелі жатырмын деді. Саматты көрмесем тұра алмайтындаймын. Тағы кетемін деген сөзіне шоши қарап, Саматтан мәңгіге жырақтап қалатын сияқты боп бір сәт көзіме елестеді. Бұртиып қоямын. Мені тастап кетіп барасың, ол жақтан басқа қыз тауып аласың, деп кәдімгідей ренжіп жылап алдым. Өйткені қатты сүйемін, қызғанамын. Саматпен сөйлескелі бұрынғыдай тұйық қыз емеспін. Тек Саматқа ғана еркін сөйлеймін. Ол жұмысқа кетсе, мына өмірдің мәні кететіндей. Жылауымды қойып, ағаларым үйленемін дегенше қартайып кетеміз ғой, деп тағы да Саматтың құшағына еркелей тығылдым. Ол да сезімге ерген болу керек. Сол күні мені үйге емес, өз үйіне келін етіп апарды. Анасы мәз болып, маңдайымнан сүйіп ақ орамалын тақты. Мен әлемнің 7-ші аспанында қалықтап бақытты едім. Алайда тағдырым мен ойлағандай емес еді. Саматтың анасы айналып толғанып жүр. Менімен жүретінін Самат айтқан екен. Әлі жүре тұрады деп ойлап едім, тым жассыңдар, мейлі бақытты болыңдар жандарым, деп күбірлеп жүрді. Үй телефонымен жан-жаққа звондап жатыр. Жаңа жыл болғасын ешкім көтере қоймады. Көршілерді жағалап кеткен анасы бізді бөлмеде оңаша қалдырды. Яғни көрпе салып, осында демала ғой, деп айтқан. Уақыт түнгі 3 болды. Самат екеуміз бірге жатырмыз. Мені тек анамнан басқа ешкім іздемеген. Ағам бойдақ, достарымен жаңа жылды тойлап кеткен. Саматқа сенген, алайда сенімі менің кесірімнен көкке ұшты. Көзім бақырайып Саматтың құшағындамын. Арамызда ештеңе болмады, Алла куә. Самат нағыз ер еді. Ертеңгі тойды ақылдасып қоямыз. Арасында еріндеріміз табысып, онан арыға баруға екеуміз де ұялып жатырмыз. Сағат таңғы 5-тердің шамасы. Есікті тарсылдатқан анам мен ағамның даусынан жүрегім дір ете қалды. Екеуміз де орнымыздан ұшып тұрдық. Менің аяқ-қолым дірілдеп, жүрегім аузыма тығылып барады. Бағана ғана батылданып отбасы болуға дайын едім. Анамның айғайынан күш-жігерім сарқылып қалғандай. Қаттым да қалдым. Бөлмеге кірген анам шапалақпен бетімнен салып қалды. Оңбаған қыз, бесіктен белің шықпай жатып не істедің? Анамның бір сөзін естісем, бір сөзін естімей, қорқыныштан меңіреу адамдай жылай бердім. Ағам да қатты ашулы еді. Саматқа жұдырығын ала жүгірді. Мен саған Құдайға сенгендей сендім ғой, уәдеңде тұрмайтын ез екенсің. Мен жылап, осы үйде қаламын деп бөлмеден шықпай жатырмын. Анам шашымды сүйреп төмпештеп жөнелді. Саматтың анасы, көрші үлкен әжелер тоқтау айтып жатса да анам көнбей, мені сүйреген күйі үйге әкелді. Таң атысымен киімдерімді жинастырып, үлкен қаладағы әкемнің қарындасының үйіне пойызбен әкеліп тастады. Міне менің алғашқы махаббатым көз жасыммен аяқталып, Саматтың сол кездегі көз жасы менің мәңгі жүрегімнің түкпірінде сақталды. Сол бір алғашқы аттаған табалдырықтың киесі мені ұрды. Менің жастайымнан тұрмыс құрғанымды қаламаған анамды да түсінуге болатын шығар. Үйде жатқаныма 6 ай болды. Бар жұмысты өзім істей алмай шығып кеттім. Күйзеліп жүрмін, бірақ ешкімге білдірмеймін. Үлкен ағам үйленіп жеңгелі болдым. Менімен құрдас. Бар сырымды жеңгеммен бөлісіп, күшті құрбы болдық. Бірде телефон шырылдады. Танысуға бола ма дейді. Ерігіп жүрген мен танысуға келістім. Сөйтсем, Саматтың бөлесі екен. Бұрын жаңа жылда кездескен. Сонан әңгімеміз жарасып кездесуге ұсыныс айтты. Сол күні үйдегілерден жасырынып, үй күйіммен жарты сағатқа шыққан мені көлікке күшпен мінгізіп алып қашты. Шынымды айтайын, ондай жағдай болатынын ойламаған едім. Артымнан анам мен жеңгем келді. Мен үнсіз отырмын.
Басында қалғым келмеген. Саматтың анасы: осыдан басқа қыз таппадыңдар ма? Қазір шешесі келіп алып кетеді. Сіңлісіне айтып жатқаны естіліп тұр. Сол сөзге намыстанған мен қалуға шешім қабылдадым. Анам мен жеңгеме өз еркіммен келдім деп жалған айттым. Анам да екінші рет алып кетуге ұялған болу керек. Солай аяқ астынан келін болдым. Күйеуімнің аты Еділ. Алғаш көргендегідей жылмақай, әрі қызғаншақ, ойы толған арамдық. Мені не үшін алғанын білмеймін. Түні бойы көшеде қаңғып таң ата келеді. Үстінен әйелдің әтінің иісі шығып, қалтасында жүктіліктен қорғанатын заттар салып алған. Басқа әйелдерге барады. Шу шығарған едім, өзімді соққыға жықты. Үйленгенімізге 1 ай болмай жатып таяқ жеп үлгердім. Кетуге намыстанып барамын. Өз қателігімді кімнен көремін? Сөйтіп жүргенде аяғым ауырлады. Қатты әбіржіп кеттім. Саматтың анасы туған күнін жасап, сол үйге 2-ші рет аяқ бастым. Жүрегім алай-дүлей, сыздап барады. Саматты көрген мен кәдімгідей еріксіз келген жасымды тия алмай қалдым. Еділ бәрін көріп, қолымнан сүйреп ол үйден шығып кеттік. Мен жылауымды қоя алар емеспін. Үйге келгенде тағы таяқ жедім. Енді мен үшін бәрі бір сияқты. Мағынасыз өмірден шаршап кеткендеймін. Мені ұрып жатса да, үнімді шығармай, өзіме сол керек деп қоямын. Саматтың бақытты өмірін қызғанып, ішім өртеніп барады. Есімді ауруханада жинаған мен баламнан айрылғанымды ұқтым. Шыны керек қайғыра қоймадым. Бүйрегімнен қатты соққы алған едім. Мен үйден шыққан соң, 2 айдан соң қайта қалаға барып, ауруханада жатып біраз ем алып жүрдім. Еділ екеуміз әлі заңды некеде жоқпыз. Анам: енді ол үйдің босағасын аттамайсың деді. Артымнан 1 рет болсын кешірім сұрауға Еділ келмеді. Бірақ ағаларым оңдырмай сазайын бергенін жеңгемнен естідім. Міне солай, 2-ші аттаған босаға да мен үшін сәтсіз аяқталды. Сөйтсем тағдырым мені түрмеден шыққан жанға қосуды жазған екен. Ол былай болды. Қаладан ауруханада ем алып жүрген кезім. Саматқа ұқсайтын бір жігіт асханаға қарай ақырындап барады. Өз көзіме сенбеймін. Шаш қою үлгісіне дейін ұқсайды. Дереу мен де артынан еріп, асханадан су ішетін адам секілді кірдім. Ол жігіт жалғыз отырып, холодильниктен бірдеңе алғалы жатыр. Менің 2 көзім әлгі жігітте. Оған сезіртіп қоймас үшін ұрланып қарап тұрмын. Түрі онша Саматқа ұқсамайды, бірақ бір қарағанда қатты ұқсайтын сияқты. Солай күнде аңдағаным әлгі жігіт болды. Ол мені өзінен көз алмай қарап жүргенімді байқап қойған сияқты. Қарындас, есіміңіз кім деп, солай таныстық басталып кетті. Ауруханада уақыт өтіп болмайды ғой. Алматпен танысқалы күндер тез өтіп жатыр. Екеуміз де бір-бірімізге барлық сырымызды ақтардық. Алматтың сөйлеген сөзі, қалжыңдары Саматтың қылығына ұқсайды. Ол сол қалада тұрады екен. Мен ауылда тұрамын. Ауруханадан шыққан соң үйдегілерге өтірік айтып, бір күн Алматпен көшеге қыдырдым. Сол баяғы Саматпен жаңа жылда көшеге шыққандай күй кештім. Сол күні Алматтың құшағына қалай кіргенімді байқамай қалдым. Иә, мен Алматтың алғаш рет бірге болған қызы екем. Басында сенбедім әрине. Сол түні ол жылап отырып, 18 жасында 10 жылға сотталғанын естідім. Есімнен тана жаздадым. Алматтың әкесі тойға басқа қалаға кетеді. Тойға асыққан әкесі вокзалға келген пойыздың 2-ші жолында тұрады. 1-ші жолда басқа бағыттағы пойыз жүргелі тұр. Алматтың әкесі асыққаннан жүргелі тұрған пойыздың астынан өтемін деп, пойыз жүріп кетіп жан тапсырады. Осыдан кейін күйеуінің қазасына шыдамай, анасы ішкілікке салынған. Бұл кезде Самат 16 жаста болған екен. Өте қиын күндерге шыдайын десе де, анасының ішкілікке салынғаны жанына ауыр тиген бала ашумен өз анасын ұратын болды. Артынан анасын құшақтап, кешір шанашым, сені ұрған қолдарым сынсын, енді ұрмаймын, тек сен ішпеші, деп жалынған баласын анасы құшақтап қосыла жылап алады. Анасы арақ ішпеймін деп қанша рет уәде берсе де, ішкіліктен айыға алмады. Туыстары бұндай кезде қол созудың орнына сырттарынан әңгіме айтатын. Арада 2 жыл өтіп, Алмат мектеп бітірді. Анасы сол баяғы ұлынан қанша таяқ жесе де ішуін қоймаған. Ол ештеңе емес, арақ үшін тәнін сатады.
Алмат жоқ кезде арақтарын қойнына тығып әкелетін көрші арсыз еркектердің аңдығаны осы үй. Бұл сөздерді Алмат естіп жүрді, бірақ көзімен көрмегесін сенгісі келмейтін. Мектеп бітіру кешінде сол үшін сыныптастарымен төбелесті. Ашумен кішкене ұрттап үйге кіргені сол еді, көрші мен анасының жалаңаш бейнелерін ашу басына шапқан бозбала пышақтала жүгірді. Анасына емес, көрші еркекке қарай жүгірген. Бірақ қолындағы пышақты абайсызда анасына тығып алды. Жүрек тұсына қатты соққымен кірген екен. Сол жерде анасының өліміне есеңгіреп қалған ұлы, жоқ, мен бұлай жасамадым. Мен не істедім? Анашым, көзіңді ашшы. Ол пышақты саған емес, ана малға қарай. Қолдары қанға бөккен Алмат көз жасын тия алар емес. Сол бір қателік бозбаланың өмірін 180 градусқа өзгертті. Ең қатал түрмеге отырды. Өз анасын өлтірді деген айыппен келген жазаланушылар Алматқа адам төзгісіз нәрселер жасап, жүйке жүйесін әбден құртты. Жақында ғана түрмеден шыққан Алмат құрылыста жұмыс жасап құлаған екен. Құдай сақтап, тек белі мен бүйрегі ауырып ауруханада жатқан. Солай біз Алмат екеуміз ұзақ сырластық. Алмат өткен күнәсіне қатты өкінеді екен. Оның айтқандары менің жүрегіме қатты батты. Одан кейінгі кездері де біз телефон арқылы арасында қалаға барғанда кездесіп тұрдық. Ол қанша қиындық көрсе де, менімен үнемі күліп сөйлесіп, тек мені ғана сүйетінін айтып, мені өзіне ғашық етті. Саматтан кейінгі мені сүйетінін айтқан еркек осы Алмат қана. Еділдің өзі еш уақытта олай айтпады. Жай ұнаттым дегені болмаса. Арада 1 жыл өтті. Алмат екеуміздің махаббатымыз 18 жастағы бозбала мен бойжеткен секілді алаулап тұр. Алмат маған ұсыныс айтқанда, менің көздерім ғашықтықтан ештеңе көрмеді. Алмат сырт көзге сабырлы, көңілді көрінгенімен, жүйке жүйесінде кінәраты бар екенін маған білдіртпеді. Бәлкім мен көрсоқыр болдым. Алдымен жеңгеме Алмат туралы айтқанда шошып кетті. Қызау, есің дұрыс па? Ол адам сенің теңің емес. Мен саған мынау іске жігіт тауып қойдым. Түрмеден шыққан жанға жоламашы. Деген жеңгеме қабақ шыта қарадым. Оның мынау іске жігіт дегені айдалада мал бағатын өте ұялшақ туыс ағасы. Алдында соны тұспалдап айтқанда, қоя сал, ондай үсті сасып жүретін малдың соңында жүретін еркек керек емес, деп қатты айтып тастадым. Бар ойым мен санам тек Алматта. Одан айырылсам, Саматтан айырылған кездегі жағдайым көз алдыма келеді. Қашанғы үйде жата беремін. Екінші ағам да үйленуге дайындалып жатыр. Бәріміз шай ішіп болғанда, тұрмысқа шығатынымды айтқан едім. Анам жігітімнің жағдайын тергеп сұрай бастады. Түрмеде отырып шыққанын естіген ағаларым, байсыз қалсаң да ол еркекке жолама. Үйдегілердің бәрі маған қарсы. Мен жындана жылап, бәрі сендердің кесірлерің. Саматтың үйінен алып кетпегенде, мен бақытты әйел болар едім. Сол табалдырықтың киесінен өмір бойы жалғыз қалуға қандай хақым бар еді, деп айғайлап жібердім де, бөлмеме қарай жүгіріп, өксігімді баса алар емеспін. Үйдегілер маған ақыл айтумен 2 ай болды. Бірақ мен ештеңе тыңдамай, өз айтқанымнан қайтпай Алматқа қашып кеттім. Ағаларым қатты ренжіп, көпке дейін араласпай жүрді. Мен Алматпен бас қосқаныма бақытты болдым. Бірақ көп ұзамай Алмат түнде неше түрлі қорқынышты дыбыс шығарды. Түрмедегі қиналған кездерін әлі де түсінде көреді. Оңай емес. 18 жастағы бозбалаға әбден білгендерін жасаған оңбағандар. Түнде елгергенде мен жылап аламын. Өйткені адамның миына келмейтін қорқынышты сөздер мен жалынышты сөздеріне жыламау мүмкін емес. Бастапқыда оятпақ болып құшақтағаным сол еді, мені қылғындырып өлтіре жаздады. Алла сақтап әзер аман қалдым. Ертеңіне оянғанда түндегі ісін білмейді. Бұл ісіне бастапқыда көз жұма қарадым. Уақыт өте сыраға әуестене бастады. Мадинка, жаным, мені түсінші, ішпесем түнде жаман түстер көремін. Сол үшін ішіп жүрмін, деп ақталды. Оны қатты сүйгендіктен сыра ішкеніне көндім. Кейде өзім әкеп беремін. Мен пәтерге жақын дүкенде көмекші болып жұмысқа орналасқан едім. Алмат базарда жүк тасушы. Ақшамыз жетпейтін пәтерімізге. Анам ағаларымнан жасырып ақша салып отырды. Өйткені анам үйден кішкене дүкен ашқан еді.
Уақыт өте Алмат сыраға ұйықтамайтын болған. Енді ішімдікке көшті. Дәрігерге барайықшы десем, психтар жататын ауруханаға жібереді деп бармайтын. Жұмысынан тапқан ақшасына арағына келеді. Мен мына жақта ақшаны тамаққа әзер жеткіземін. Шыдамай кеткенім рас. Айқайға басқаным сол еді, тепкінің астына алды. Сол айқайлаған күннен бастап мен оның тұтқыны болдым. Күнді жұмысқа кететін кезде екі қолымды жылу келетін трубаға пастельмен тас қылып байлап кетеді. Ол жұмыстан келемін дегенше не тамақ ішпей, сусыз екі қолым талып ұйықтап кетемін. Одан жылаймын. Сондағы жазығым оған айғайлағаным үшін осылай жасады. Жұмыстан келген соң мені босатып тамақ шай жасатып, ішіп болған соң душқа түсуімді, онан дәретке шығуымды бұйыра айғайлап қайтады. Кешірші жаным, енді қайталанбайды, бұлай жасамашы, деп мен жалынсам да, жазадан қашып құтыла алмайсың дейді. Кешке менің барлық киімдерімді шешіп тағы байлап қояды. Өзі қалағанынша арағын ішіп, ол арақты менің аузыма қинап ішкізеді. Сосын ойына не келсе соны жасап қорлайды. Қорлағаны аздай үстіме дәрет сындырады. Айта берсем өмірден түңіліп кететін, түрмедегі көрген қорлықтарын маған да жасады. Кезінде махаббаттан көрсоқыр болған мен, өмірді түсінген жанға қосылдым деп жүрсем, нағыз есуаш жанға қосылған екем. Бұл азаптау 2 айға созылды. Менің бірте-бірте есім ауып барады. Анаммен арасында сөйлесіп тұратын едім. 2 ай бойы хабарсыз кеткен соң, қасына кіші ағамды ертіп пәтерге іздеп келген. Есікте құлып тұр. Көршілерден сұраса танымаймын деген. Кешке дейін күткен. Анам Алматты суретінен таныған екен. Әйтпесе 100-100 көрмеген еді. Бір кездері фотоға түсіп, бөлмемде альбом арасында сақтап қойғам. Содан көрген екен. Әй, сен Алматысың ба? Мен Мадинаның анасы боламын. Қонақтап келіп қалдық. Мадина қайда? Деп сұраса, ол үйде ұйықтап жатқан шығар, деп есікті ашып жатып, мен болсам жатын бөлмеде есім ауған күйде. Шашым бобырап, нағыз ішкілікке салынған әйел сияқты болған түрімді көрген анам мен ағам шошып кетті. Сол жерде жылап тұрып, оның қорлығын әзер айтып жеткіздім. Ағам ашуланып қол жұмсамақ болған. Анам тоқталып, полиция шақырды. Сосын біраз тергеулер болып, Алматты түрмеге емес, психикалық ауруханаға жіберді. Өйткені ол нағыз ауру. Ол түрмедегі қорлықтан жүйке жүйесі бұзылған жан. Маған кездескенде дені сау болып көрінген. Бәлкім мен ғашықтықтан ештеңе байқамадым. Әттең, Саматпен алғаш рет кездескен түнді кері қайтара алсам ғой. Бұлай бақытсыз болмас едім. Әттең, сол түні анам мені алып кетпегенде, мына өмірде дәл бұлай қиналмас едім. Қазіргі таңда анам екеуміз тұрамыз. Мен үйден шықпаймын. Анам ашқан дүкенде сатушымын. Ағаларым менің кесірімнен бөлек тұрады. Өйткені олардың бақытты болғандарын көре алмай, жеңгелеріммен талай ұрысып, төбелесуге дейін бардым. Ағаларым айғайласа, өлемін деп қорқыттым. Өмірден өз орнымды таппаған жанмын. Қанша уақыт өтті, бұл тыныштыққа үйреніп кеттім. Бұрынғы талшыбықтай қыз емеспін. Күйзелістен әбден толып кеткен, ұсқынсыз әйелге айналғаным қашан. Соңы.